Атамекен одағы өткен жылдан түйін шығарып, болашақ бағыттарды айқындады. 22 ақпан күні елордада ұлттық экономикалық палатаның съезі өтті. 2011 жылы ел кәсіпкерлерінің ірі бірлестігі 1,5 мыңнан астам сараптама жүргізіп, салық салу, кәсіпорындарды сауықтыру, индустриялық инновациялық қызметті қолдау, мемлекеттік сатып алу және өзге мәселелер бойынша заң жобаларын қарастырған. Успешно прошла работа. Қылмыстық заңнаманы кәсіпкерлікке қатысты ізгілендіру бойынша жұмыс тиімді атқарылды. Атамекен басқармасы әзірлеген көптеген түзетулер қабылданды. Біз әкімшілік кедергілерді азайту жолында белсенді еңбек етудеміз. Бұл іс-шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Сонымен қатар үкіметпен бірге кәсіпкерлерді қолдау бағдарламалары бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламаларында кәсіпкерлікке, шағын және орта бизнеске демеу көрсетуге үлкен көңіл бөлінген. Бірақ сонда да тоқтап қалмай, әрі қарай жұмыс істеу керек деп санаймыз. Бұған қоса салықтық және кедендік әкімшілендіру мәселелері бойынша Атамекен ұсыныстарын әзірлеу туралы тапсырма берілді. Осы жұмыс басталып та кетті. Қазіргі таңда мүдделі органдармен бірге салықтық әкімшілендіру жөніндегі заңнамаға 60-тан астам түзету енгізілген. Ал кедендік әкімшілендіру бойынша жұмысты енді бастап отырмыз. Жоғарыда оның нәтиже беретініне сенім артамын. Жалпы алдағы міндеттер қойылды, жұмыс белсенді іске асуда. Биыл Атамекен одағы мемлекеттік органдарды арнайы рейтинг бойынша бағалауды көздейді. Зерттеуге тек орталық қана емес, жергілікті атқару органдары да жатады. Алғашқылардың қатарында кедендік бақылау комитеті болмақ. Оның қызметі түрлі талаптар бойынша бағаланады. Соның ішінде әкімшілендіру рәсімдерін азайту мен жемқорлықпен күрес сынды мәселелер мұқият қаралмақ. Талдау нәтижесі экономикалық палатаның ресми сайтында және ақпарат құралдарында көрініс табуы тиіс. Қоғамдық пікір құзырлы мекемелердегі әттеген айларды анықтап, жұмысын жақсартуға септігін тигізбек. Бұл әр уақытта жүретін жұмыс, кәсіпкерлердің мүддесін қорғау. Мен жаңа айтып кеттім, 1600-дан астам бізге неше түрлі нормативті актілер келеді. Соның 6 акт күніне келеді. Сондықтан қарасаңыз 100 мың шенеунік, 25 мың мемлекеттік органдар күніне бір қағаз шығарып отырады. Сол қағаздың ішінен біз сол кәсіпкерлердің мүддесін қорғау үшін, кәсіпкерлік тұрғын үшін жұмыс жасаймыз. Жаңа біздің алқаның төрағасы айтып кеткендей, біз бұл жұмысты тек бір ғана актімен жасамай, системдік түрде, жүйелі түрде жұмыс жасамақшы. Бірінші заңды түрде өзгерту. Таможня егер кеденді айтатын болсақ, қазір 40 документ тапсыратын болса, өздеріңіз көрдіңіздер, кеден бастығы айтты, біздің барлық идеяларымыз қабыл алды деп, 5-ақ документ болады. Сонда қараңыз қанша жеңілдік туады. Сосын мына шекарада біз оны айтып кеттік, осы алқаның жиналысында біздің төрағамыздың тапсырмасы болған. Біздің қазір шекарада 7 орган қарайды. Санитарлық бар, ветеринарлық бар, кеден бар, шекара бар. Қазір 2-ақ орган қалатын болып отыр. Шекара мен кедендік. Мысалы осындай жүйелі түрдегі іс-қимылдармен заңға өзгерту арқылы біз әрине кәсіпкерлердің өмірін жеңілдетеміз деген алдымызға мақсат қойдық. Салық саласында да менің орынбасарым айтып кетті. Ол мынау тексерулерді 2 есе қысқарту, оның мерзімін қысқарту. Сосын ол тексеруде сенің кінәлі екеніңді сол салық инспекторы сотқа барып дәлелдеу керек. Ұлттық экономикалық палатаның алдағы жұмысы негізгі 7 бағыт бойынша жүзеге асады. Бұл салықтық және кедендік заңнамаларды жетілдіру, әкімшілік кедергілерді азайту, агроөнеркәсіп кешенінде мемлекеттік саясатты оңтайландыру, кәсіби техникалық білім беруді дамыту, кәсіпкерлерді қолдау бағдарламаларының тиімділігін арттыру мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау. Басқарма төрағасының бірінші орынбасары атап өткендей, салықтарға қатысты дауларды қарастыру үшін салықтық сот институтын жеке құру керек. Ал жалған кәсіпкерлік деген түсінікті мүлдем алып тастаған жөн. Как вы знаете, статья 192 Уголовного кодекса. Сіздер білетіндей, қылмыстық кодекстің 192 бабы және осы баптың салық кодексінде көрініс тапқаны көптеген адал кәсіпкерлерге өз кесірін тигізген. Өйткені олар абайсыздан жалған кәсіпорындармен мәміле жасаған. Осы мәселені шешу үшін қылмыстық кодексте қосымша бап енгізілді. Ол мәміле бекіту фактісін ғана емес, осы мәміленің адалдық тұрғысынан қандай екенін қарастырады. Дегенмен тәжірибе көрсетіп отырғандай, осы мәселеге қайтадан оралу қажеттілігі туындайды. Атамекен өзінің ұсыныстарында салық кодексінен жалған кәсіпкерлік институтын алып тастау керектігін алға тартады. Бүгінде үкіметте Дәулет Ерғожин жетекшілігімен жұмыс тобы құрылды. Демек, бұл институт салық кодексі мен қылмыстық кодекстен алынып тасталуы мүмкін. Тағы бір мәселе салықтық кодекске қатысты түсініктемелерді, яғни салықтық заңнаманың үлгілік түсіндірмесін жасау. Тіпті ең білікті сарапшылардан құралған жұмыс тобы тәжірибедегі
кәсіпкерлігі әр алуан жағдайларды қамтуға қауқарсыз. Осыған байланысты салық органдары жиі түрде нормаларды түрліше түсіндіреді. Біз заманауи ақпарат жинау мен өңдеу тәсілдерін енгізуді ұсынамыз. Бұл орайда біздің веб-сайтты қолдануға болады. Барлық ақпарат жіті тексеріліп, бір жүйеге келтірілуі тиіс. Бұл жұмыс салықтық нормалардың бірыңғай түсіндірмесін жасау мақсатында атқарылмақ. Мы, в принципе, сейчас совместно... Қазір біз тиісті жұмысты өткізіп, қорытынды жасадық. Біз салықтық есепті тағы кемінде 37%-ға қысқартуға дайынбыз. Бұл Қазақстандағы бизнес ахуалды жақсартуға көмектеседі. Салық комитеті 2-3 апта ішінде атамекенмен бірге қажетті ұсыныстарды әзірлеп, үкіметке салықтық заңнамаға өзгерістер енгізу туралы бастамамен шығады. Бұл өзгерістер негізінен рәсімдерді оңтайландыруға және салықтық есеп беруді қысқартуға бағытталады. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау атамекен үшін басты мақсат болмақ. Бұл орайда ұлттық қор есебіне мемлекеттік қаржыландыру көлемін көбейту жоспарда бар. Өткен жылы капитал салымдары 472 миллиард теңге болғанмен тек 20% ғана банктер тарапынан несие түрінде берілген. Шағын және орта кәсіпкерлерге тиісті құжаттарды жинаудың өзі қиынға соғады. Бұның барлығы әсіресе шикізаттық емес салаға кері ықпалын тигізуде. Шынын айтқан кезде бұл өте күрделі проблема. Біріншіден, несие алу үшін оның жаңағы процентінің үлкендігіне қарамай, оған несиеге өздерің жаңағы үйлерін, болмаса жаңағы басқа да жаңағы өздерің базаларын несиеге беру керек. Ондай көпшілік жоқ, өйткені олардың өздері жаңағы машинаға шейін салыққа салып, несие алып, сонымен жұмыс істеп жүр. Сондықтан қазіргі кезде банкілердің несиесін оңай алуға мүмкіндік болмай тұр. Бұл дегеніміз әлі біздің банкілердің дағдарыстан әрине шықты, бірақ толығынан әлі аяғына тұрып, өндіріс саласында істейтін шағын орта кәсіпкерлерге несие бере алмайтынын көрсетеді. Ал өндірісті көтеруді өзіңіз білесіз, оңай емес. Ол 1 жылдық, 2 жылдық несие керек емес, оған кем дегенде 7-10 жылға керек. Ол өндірістің өзін ақтап шығу үшін. Сосын өндірісті қазіргі сауда-саттық басқа салаларға беретін несие қазір 16-18% болса, жылдық көрсеткіші банкілердің беріп жатқан мүмкіншілігі. Ал өндірісті көтеру үшін кем дегенде 7-8%, ал нағызында қарасақ 5% несиелер керек. Ол пайыз болғанда да оның тағы 1-2 жылдық каникул болу керек. Өндірісті аяғына тұрғызып алғанша дейді. Меніңше осындай егер үкімет тарапынан қолдау көрсетілсе, меніңше өндіріс аяғына тұрып кетеді деген сенімдеміз. Ол жаңа өздеріңіз байқадыңыздар, барлық жергілікті келген кәсіпкерлердің де ойы осында. Біз осы тұрғыда өзіміздің сараптауымызды жасап жаңа көрсеттік. Бүгін съездің қолдауын алдық. Енді атамекен одағы басқармасы үкіметпен осы тұрғыда өзінің пікір алмасуға кіріседі. Съезд барысында палатаның жаңа жарғысы қабылданды. Аталмыш құжат одақ өкілдері арасында тиімді қарым-қатынасты нығайтып, бірыңғай экономикалық кеңістік елдерімен жұмысты күшейтуге мүмкіндік береді. Бүгінде 200-ден астам шағын, орта және ірі кәсіпкерлік, салалық және өңірлік қауымдастықтар, республикалық бірлестіктер субъектілері палатаға мүше. Атамекен құрама депутаттармен де толыға түспек. Бұл отандық бизнестің өзекті мәселелерін парламентке тікелей шығаруға қолғабыс етеді.